Ұлылардың кездесуі. Балуан Шолақ пен Қажымұқан белдескен бе? 1864 жылы дүниеге келген Балуан Шолақ пен 1871 жылы туған Қажымұқанның замандас екені белгілі. Алайда қос балуан қай кезде және қай жерде кездесті? Бұл тұсында Балуан Шолақтың туған жерінен шыққан. Ол туралы зерттеу очеркін жазған жазушы, публицист Естай Мырзахметов Жұлдыз журналына 1989 жылы осы кездесу жайлы мақала жазды. Онда автор қос балуанның қандай жағдайда кездескенін баяндайды. Қаладағы жаңалықты даладағы елдің бұрын еститін әдет емес пе? Патшаның балуаны Қажымұқан Қызылжар көшет аулап келе жатыр деген дақпыр тарады. Патша балуанын тым болмаса түстендіріп жіберуді абырой, дәреже көрген бай адамдар жолын тосып әлек. Бірінен соң бірі іліп әкетіп жатты. Бұл хабар Балуан Шолаққа да жетеді. Балуан маған қалай да келеді, сәлем береді деген оймен қам жасап қатты күтеді. Өйткені Күрежол Тастөзек қонысында отыратын Балуан Шолақ ауылын іргелей өтеді. Демек, Қажымұқан бұлай да келуі керек. Бірақ Қажымұқанды Атығай байы Әлжан мен Керей болса Сатыбай бұрып әкетеді. Бұл іс Балуан Шолақтың қытығына тиеді. Әке қазасы қиынау, қайғырып келе жатқан адам емес пе? Кейін оралғанда соғар деп күтіп отырады. Бірақ үміт ақталмайды. Қажымұқан төте Ақмолаға аттанып барады деген хабар алады. Осыдан кейін Балуан Шолақ түн ішінде атқа қонып, Қажымұқан қонып жатқан Шортандағы Шаймерденнің үйіне тұмсықтырады. Әлгі Қажымұқан деген көргенсіз осында ма деп сұрайды. Осында екенін білген соң, ендеше мені қазір тура соның жатқан жеріне бастап апар. Есіңде тұт, менің де кім екенімді тісіңнен шығармайсың, оның да атын ауызға алмайсың дейді. Қажымұқан қадірлі қонақтарға арналған түпкір бөлменің тақ төрінде белден салынған құс төсекте дөңбектей дөңкиіп жалғыз жатқанды. Есік ашылады, бөлме ішіне жарқырап жарық түседі. Шөкең босағадан аттай тоқтап, «Уа Шаймерден, немене, үйіңде қонақ бар ма еді? Тап төріңде күмпиіп жатқан кім бұл?» дейді. Кім екенін жорта білмегенсіп, үй иесі осында бір жолаушы мейман еді деп сылқ етіп қоя салады. Сонда бір үйде бір өзі алып, үлде мен бүлдеге оранып жататын соншалықты не қылған мейман ол? Қажымұқан жата беруіне енді болмай қалып еді. Жорта ұйқыдан жаңа оянып кеткенсіп көзін сығырайта ашып қарады. Босағаға сүйеніп біреу тұр. Адам емес сурет, баста сусар бөрік, үсте омырауы ашық жібек шапан, аяқта өкшесі сынық сүйем, күміспен күптелген көк сауырлы кісі қона дерліктей кебіс. «Ей Шаймерден, малдың қарны жуан, басы үлкені соғым, адамның қарны жуан, басы үлкені боғым деуші еді. Сенің мына қонағыңның қарны кебежедей, басы қара бақырдай бірдемекен, сірә нағыз боғымның өзі болар». Қажымұқанда үн жоқ, өзіне шүйлігіп, сөзбен піспектеп тұрған жанның осал емесін іші сезіп ақ жатыр. Ал бірақ дәл осы Балуан Шолақ болар-ау деген ой оған қайдан келсін? Кімде болса ойсаң денесін көрсетіп ақ, жүрегін шайқалтырып тастамақты ойлап, көрпені төменірек ысырып, бұлшық еті білеу балуан білегін, есіктей кең кеудесін жалаңаштайды. Оны көрген Шөкең қарқ-қарқ күледі. «Ойбай-ау, мына жаманның түріне қараңдар. Әй, осының өзі балуан сымақ бірдеме болмағай, күресесің бе?» дейді. Қажекең бұдан әріге шыдай алмайды. Күресем деп шамырқанған қимылмен көрпені серпе лақтырып тастап сілкіне тұрады. Шөкең сол босағаға сүйеніп тұрған күйі «Шаймерден, қане бізге екі қыл шылбыр әкел, арбиған мәстекті немекен, өнерін көрейін» дейді. Екі шылбырдың бірін Шолақ Қажымұқанға ал ұста деп лақтырады, бірін шапанға сыртынан беліне өзі байлай бастайды. Қажымұқанның көзі Шолақтың аяғындағы кебісіне түседі. «Аға, аяғыңыздағы кебісіңіздің өкшесі тым биік екен, омырылып кетер, шешсеңіз қайтеді» дейді. «Кет, сөйлемей» деп Шөкең қатты қайырып тастайды. «Сен мен ұстасуға жарамаған кебісті неменеге кием? Бір емес, екі емес, әбден басынып біткеніне ызасы қозып, шиырға жақындай берген Қажымұқанның беліндегі шылбырға Шөкеңнің қолы сарт етіп бұрын тиіп қалады. Сол сәтте Қажекең ышқына дауыстап жіберіп: «Ойбай аға, сіз Балуан Шолақ емессіз бе? Ендігім деп едің.
Қажымұқан еденді омырап жібергендей дүрс еткізе жалп етіп отыра кетеді. Жалма-жан екі қолын көкірегіне басып, ойбай аға, менен бір ағаттық болды, мен жығылдым, мен жеңілдім. Сол-ақ екен. Балуан шолақ оны жерден алып жерге салды. Оңбаған, сен ит болмасаң, мені басымнан аттап кетер медің? Әуелі маған келмес педің, сәлем бермес педің? Содан кейін мұңайтпас ағам орнына сені өзім апарып салмас педім? Көркейіп бармас педің сен? Сасықбайлардың ит аяғын жалайсың. Қажымұқан ләм-мим демейді. Не десін, кінә өзінен. Оны осы арада ғана түсінді. Қолынан бар келгені ағаның аяғына жығылып кешірім сұрау ғана. Қанекей тұрдағы тез кейін деп әмір етеді оған Шөкең. Қазір жүреміз. Әке қазасына асығып келе жатқан Қажымұқан ләм демей балуан ағасына ілесіп жүре берді. Ақпарат мәдениет порталынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.